Креветканы тек қана 3 ингредиент қосып отырып, керемет дәмді болатын креветка жасаймыз. Чеснокты, 2-3 тал чеснокты дұрыстап тұрып, майдалап турап, лимонды 2 бөлеміз де, оның сол үлкен бөлігін қолданамыз. Сұйық майды құямыз да, осыған креветкаларымызды қуыра бастаймыз. Екі жағын әдемілеп қуырып, азыздан тұз сеуіп отырамыз. Сарымсағымызды, чеснокты қосамыз. Бір қасықтай тәтті паприка қосамыз. Ас қасық. Бір ас қасық соевый соус қосамыз. Өте ақырын отқа қою керек, себебі мен көріп тұрса кішкене қызып кетті. Сосын лимон шырынын қосамыз. Жарты стакан су қосамыз. Енді 25 минуттай бұқтырамыз. Міне дайын болды креветкаларымыз. Креветкаларды үштіп тазалап аламыз ақырындап. Сосын арқа жағында шек қарны болады екен, соны тазалап алған дұрыс. Мына жерде көрсетпедім. Қап-қара бір жіп сияқты болады. Тазалап алып тастағандарыңыз дұрыс болады. Астарыңыз дәмді болсын. Мен бірінші рет жеп көрдім креветканың дәмі балық сияқты, тіпті одан да керемет. Осы рецептпен жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Алтынай.